Ал енді менің айтайын дегенім біздің жолымыз көшеміз тар. Екі шетінде тротуар жоқ. Мына ертеңгіде сағат 7-ден 9-ға дейін жүрген машинаны көрсеңіздер, Әзімбек Абыз көшесі мен Шұғыла көшелерінде адам жүруден қорқады. Балалар жүреді мектепке қарай. Не машина ақырын жүрмейді. Оған мынау ішкі істер органдарынан жаңағы жол полициясы, күзет полициясы, учаскелік инспектор біреуі аяқ баспайды бізге. Біз бір далада қалған сияқтымыз бұл айтқан, тур орталықта болғанда. Мен бұрын Неспаев мырзаға бір рет осыны айтқанымда, Неспаев мырза учаскелік инспекторлерге тапсырып, оны ана КамАЗдардың жүруін тежеген еді. Қазір КамАЗдар анау Алматыдан шыққан жүкпенен топырақты біздің көше арқылы жүреді, өйткені бағдаршам жоқ, ешқандай инспектор жоқ, кедергі жоқ. Барлық машиналар сонымен жүреді. Осыған бір жағдай жасасаңыз, керек болса, 7-сіне бір рет, әйтпесе 10 күнде бір рет инспекторлар келіп қарап, жөнге салып берсе. Ертеңгіде сағат 7-ден 2 сағат тұрса, түсте 1 сағат, 5 шақырым 2 сағат тұрса. Ең болса 7-сіне. Жақсы қарайын. Мына біздің аудандық ішкі істер басқармасы осында отыр, Қасым Әбілдіұлы деген. Мына контрольға алыңыз. Содан кейін біз бұрын бүкіл қаланың осында әкеліп мусорын басқасын төгетін. Осы күндізтін аңлаймыз біз. Гранит қойып қойғанбыз, көбін штрафын салып, стоянке мәселелері қойып жатырмыз. Бірақ мына көшенде контрольға алу керек болсын. Жасаса бақылауға жазып жоқ тұр. Мына спорт мектебінің алдында да осы 5-6 күн бұрын үлкен авария болды, сол балалар жүгіреміз деп. Сонда кемшіліктер бар, осыған енді бюджеттен көп қаражат кете қоймас, бірақ жаңа арзанның алды. Осындай ата-аналардың көп ұсыныстары бар, соның бәрі қатты жолдары. На Красном трудовике, Красный трудовике фундамент бар еді, и чала біткен үйлер бар еді, ол үйлердің бәрін көптісі, соны қалай істейсіздер заңдастырып бере аласыздар ма? Сол жөнінде. Бәріміз қазір квартирада тұрамыз. Мен өз басым 5 баланың анасымын, үйімді бітіріп біткенден шала бітіп, енді кірейін деп отырған кезде барып күріп тастады. Сондайлар көп, бәрін күріп тастағандар. Және де фундаментпен отырғандар бар, қайтадан күріп тастайды, саламай отырғандар. Мүмкін жастар бәрі квартирада соған қандай көмектесе аласыз? Жақсы, бізде жалпы аудан бойынша айттық, 4523 адам жаңа тұрып атқан адамдарды сондай шешім қабылдады. Алматы қаласының әкімі, депутаттар мен басқа тұрып атқан адамдарға біз фундамент или жаңадан соны ауданның ашылу себебі десек, заңды түрде аудандағы даже осы 4500 адамның өзіне заңды шешіп бере алмай отырмыз. Жаңағы көбі жаңағы үй салмайтын жерлерге қауіпті аймақтарға салған, соның өзін шығару мүмкін болмай отыр. Сондықтан бүгінгі күн сондай шешім қабылданған, үй салуға ешқандай рұқсат жоқ. Фундамент дейміз, басқа дейміз. Біз фундаментке рұқсат беретін болсақ, ертең тағы құрылыс басталады. Сондықтан оның бәрі заң жүзінде, сіз басқа азаматтарда жаңағы заң жүзінде. Осында біздің қаламызда 15 мыңнан аса адам кезекте тұрған азаматтар бар. Жаңағы заңды жұмыс жасап жатқан мүгедектеріміз бар, ардагерлеріміз бар. Жаңағы сол заңды тосып отырған тізімде жаңа госпрограмма деген сол бар. Только жаңағы госпрограмма, мына управление жүйе дейміз, осыған кезекке тұрасыздар, басқадай рұқсат жоқ. Басқа рұқсат анада советте сөз қозғалған, қанша фундаменттің жаңағы иесі бар, басқа хат жазайық, басқа қолдайсыздар ма деп жазыңыздар, қандай жауап болады, сол жауапқа байланысты жұмыс жасайды. Біз орындаушымыз тапсырманы. Келмейтін жағдайларды тоқтап сол күйінде қалып қойды. Осы күнге қашан заңдасу басталғаннан бері біз осының артында жүгіріп жүрміз. Есіңізде болса, мына сыртта бір жаңағы үкіметтік емес ұйымдардың жаңағы адамдар келген кезде сәл ғана бір ұшқын бізден пайда болған еді. Сіз айтқан едіңіз, Алматы қаласының әкіміне шығып көрейін, депутаттарға шығып көрейін, мүмкін фундаменттерді қарастырып көрейін деп айтқан едіңіз. Сол сөзіңізді біз ұстап тұрмыз. Енді сыйласаңыз пырағы дейді ғой, конечно, сіздің жасап жатқан жақсылығыңыз көптен көп, кімге болсын рахметін айтады. Енді сол сәл ғана бізге де бір көмек жасап жіберсеңіздер, біздің алдымызды мысалы 20-25 жыл Алматыда тұрып, жаңа квартирада тұрғандар бар, оның арасында көп балалы аналар бар, мүгедектер бар. Енді осыған қарай алсаңыздар, мінекей мұнда құзырлы адамдарға отыр екен. Ағалар, сіздерден сұраймын, мына кісіге көмектесіп, осы біздің соғысқа кеткен жерімізді көмектесулеріңізді сұраймын.
бұл жөнінде ана айттық, хаттарыңыз дайындап, бәлембайжыдан фундаментін салған басқа жаңадан келмеген деп жатырсыздар. Саны қанша екен басқа бізге дайын болатын болса, кездесуге мен дайынмын. Осы аптаның 5-ші күні, не 1-ші, 2-ші күні кездесіп, соны шешіп, хат жолда қалай шешіп, солай болады. Добрый вечер. Я Ирина Сонарова, представитель 6-го градокомплекса Алтауского района. Как вы знаете, наш район уже существует порядка 10 лет, и своих проблем там тоже хватает. Основная проблема была не выдача госактов. Кстати, очень рада за тех, кто сегодня их наконец-то получил. Дело в следующем. Наших жителей, которые начали получать эти государственные акты, очень интересует вопрос. Вот тот штраф, который был оплачен по статье 43 пункта 11 за самовольный захват земель, что в дальнейшем их ожидает? Вы не могли бы сказать? И еще мне было радостно смотреть на все достижения Алтауского района. Просто мне очень интересно, почему не показали ни один дом, который был снесен, ни одну семью, которая плакала, стояла возле своих разрушенных домов. Можно ответить, да? Значит, у нас, я могу дать гарантию, где проживали, ни один дом не сносили. Только бесхозные, только начатые, это были, и то комиссионно. Комиссионно сносили. А другие такие, если подтверждают, что вопрос есть, то Хорошо, я закон понятно. Дело в следующем. Вы говорите бесхозные дома, а кто-нибудь пригласил нас на снос? А зачем пригласить, если сами не приходят без разрешения? А хоть кто-нибудь спросил, есть ли у народа деньги достроить этот дом? Хоть у кого-нибудь? Зачем спрашивать? Пусть суд подает законным путем. А что, лучше всех, что ли? Вот живой пример. 15 человек уже посадили за мошенничество. Больше 400 тысяч долларов имели. Продавали здесь земли. Фальшивые акты, решения. Многие знают. Замечательно. Тогда вопрос в прокуратуру. Мы обращались трижды с заявлением, чтобы разыскали мошенников, которые распространяют. Өзіңізге лично, коллективно үштеп біреуге осы бастанды 1900 ән шешмеген. Ол әнкі 2007 жылы мына Рүстем жолдастың алдына барып заявление. Қанша ақша шығарып неше күйіп кетті. Көріс оны қала арқылы бастырайып кетті. Бірақ біз заявке бердік. Бүгінгі күн ауыстырылады. Биылғы жылдың өзінде қанша подстанция ауыстырылды. Ең бірінші жол жақтарды жасап жатырмыз, жетпейді. А сіздердікі осы бір жылдың ішінде 2 рет күйді. Солай ма? 2 рет күйді дұрыс, бірақ мәселесі онда емес қой. Мәселе былай болып тұр ғой. Подождите, мощности жетпейді. Сол мощности көбейтуге болады ғой қазір. Жайықтан адамдар бар ма, представитель? Жауап беріңіз. Бізге келіп сізге сөз бар. Осы биыл қазіргі уақытта жаңағы проект жасалып жатыр. Жылдың аяғына дейін бітеді проект. Биыл да жаңағы бітіру үшін ақша жоқ. Ендігі жыл 2013 жылда сіздің жаңағы цифрыңызды бәрін береміз. Проекттің қатысы жоқ қой, басқа өз партиясын салып берер, а біздің аудан сол үшін жұмыс жасап жатыр, қаражаттар бөлініп жатыр, жасаймыз. Көбейтуге болмай ма? Болады көбейтуге. Сосын екінші вопрос. Мына 169 мектептің қасында светофор бар. Лежачий полицейский жоқ. Осыны айттық қой, жұмыс жасалып жатыр осы. Барлық жерде көтеріп жатыр. Қалаға хат жазылды.